Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нарынның өте оңай және жылдам дайындалатын жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Үйдегі бар етімізді жарты кило болсын, 1 кило болсын, жуып, тазалап, ыдысқа салып, үстінен су құйып, тұз сеуіп, бір қайнаған соң көбігін алып, 2 сағат қайнатамыз. 200-300 граммдай сұйық майымызды ыдысқа құйып, газге қыздырып аламыз. Ал енді қамырын елейтін боламыз. Оған үлкен пиалай 1 пиалай, немесе кіші пиалай болса 1,5 пиалай су, 1 жұмыртқа және дәміне қарай тұз сеуіп, араластырып, үстінен ұнды сеуіп, ұнымызды көбірек себеміз, сосын қамырымызды қаттырақ елейміз. Елеген қамырымызды 10-15 минут сайын 2-3 мәрте қайтара елейміз. Кастрөлге су құйып және дәміне қарай тұз сеуіп, бетін жауып қайнатамыз. Оған дейін қамырымызды жайып дайындаймыз. Қамырымыз піскен кезде езіліп кетпес үшін сәл қалыңдау қылып жаямыз. Қамырымызды қайнап тұрған суға салып, бір көтеріліп қайнағанша бетін жауып қоямыз. Сосын бір қайнағаннан кейін 2-3 минутта қайнатып, сүзіп аламыз. Табамызға кішкене сұйық май құйып аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Қамырымызды сүзіп алар кезде мұздай 1 кесе суды құйып жібереміз, қамырымыз жабыспас үшін. Барлық жеріне сұйық май араласу үшін қамырымызды қасықпен араластырып жіберіп, қасымызға мұздай су алып, қолымызды мұздай суға батырып тұрып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыз әбден суыған соң, шетінен орап, жинап аламыз. Дайын болған қамырларымызды өте жұқа етіп турап шығамыз. Енді етімізді сүйегінен ажыратып дайындадық. Енді өте майда етіп, кубиктап турап шығамыз. Дайын болған етімізді және қамырымызды өзімізге ыңғайлы ыдысқа салып, кезек-кезегімен жақсылап араластырамыз. Міне қазақтың сүйіп жейтін нарын тамағы дайын болды. Дәмі өте керемет және қолжетімді ас болсын.